Саламатсыздар ма? Бүгін Бәйтерек бөбекжайындағы Айгөлек тобының тәрбиешілерінің шақыртуымен аналар мектебі жобасы аясында өтіп жатқан тігін тігу үйренейік тақырыбында тәрбие сағатына келдік. Енді тігін тігу біздің қазақ дәстүрімізде енді аналарымыз, әжелеріміз инемен жіп ұстаған, соны біз болашақ ұрпағымызға, қыздарымызға үйрету мақсатында бүгінгі аналар мектебіне келдік. Бұрынғы кездері енді әжелеріміз ағаш үйде отырып, ою-өрнекпен, осы матамен жұмыс жасаған, соны осы болашақ ұрпағымызға үйрету мақсатында тігін тігу тәрбие сағатымызды бастайық. Кәусардың мамасы. Бізге керек құралдар: балаларға арналған ине, қайшы, фильтр матамыз, және де жіп, жұмсақ мақта, және де моншақтар. Бұлай болса, Кәусар мамасы бастайды. Қане балалар, мына қалдық матаға алып, мына жүрекше пішінді айналдырып, үсін бастырып шығайық. Балалар, тігін деген бұл жай ғана іс емес. Бұл тігін тігу үшін, қане қызым, алып сыза ғой. Тігін деген бұл шыдамдылықты, сабырлықты талап етеді. Бұл тігіннің астында ананың махаббаты, мейірімі жатыр. Болашақта осы тігінмен жұмыс жасап, сіздер де болашақ анасыздар. Өстіп тігінмен ұқыпты, қайшымен жұмыс жасап қазірден үйренсек, бұл да кәсіптің бір түрі. Осы кәсіппен көп аналар жұмыс жасап жатыр, қыз балалары. Енді болса қайшымен қиямыз. Осы қайшымен кәне қызымның шетінен әдеміге қиып шығамыз. Қазақ халқымыз әуелден ағаш үйде ою-өрнекпен, тігінмен айналысқан. Осы тігінімізді бізде болашақ қыздарымызға үйрету мақсатында осы тәрбие сағатымызды өтіп отырмыз. Балаларға инемен, қайшымен, қыз бала болғандықтан қалай ұқыпты жұмыс жасау керек. Осының барлығы аналардың балаға деген мейірімі, махаббаты, болашақта осы қыздарымыз тәрбиелі, өнегелі, өнерлі болсын деген мақсатта Кәусардың мамасы екеуміз өстіп балаларға үйретіп жатырмыз. Жарайсыз балалар, әдемі қылып жүрек пішінін шығардық. Енді Кәусардың мамасы екеуміз ине мен жіпті алып, осы моншақтармен қазір осы жүрекшені сәндеп тігеміз. Өстіп жүрекшені сәндеп тігіп болғасын, балалар оны мынандай арнайы өрнекті қайшы бар, қараймыз. Осыны өстіп шетін әдемі қылып сіздерге қазір қиып береміз. Балалар осындай арнайы кескіш құралымен жаңағы қиған жүрекшемізді өстіп тесіп шығамыз. Балалар ине мен жібімізді сабақтап, жаңағы тесіп алған жүрекшемізді екеуін біріктіріп тігеміз. Кәне қызым, сен жалғастыра ғой. Қарайсың, міне жүрекшемізді осылай жартылай тіктік. Енді жұмсақ мақтамызды алып, ішіне саламыз балалар. Кәне, сала ғой Зейнеп. Балалар, міне біздің тігін тігу сабағымыз аяқталды. Қараңыздар, өте жұмсақ, әдемі жүрекше шықты. Бұл жүрекшені біз сыйлыққа беруге болады, көрмелерге қоюға болады, немесе үйдегі сөрелерге қоюға болады, балалар. Бұл жүрекше саған ұнады ма? Иә, анасым, ол жүректі сізге берем. Рахмет, қызым. Қызым, саған біздің жүрекше пішініміз ұнады ма? Иә. Анашым, мен жүректі сізге сыйлаймын.
Рахмет, қызым. Бүгінгі аналар мектебіне шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Қызыммен уақыт өткізгенім ұнады. Бүгінгі аналар мектебіне шақырғаныңызға өте қуаныштымын, қатысқаныма да өте қуаныштымын. Бүгін біз тігінді бұрыннан тігіп жүрсем де, бүгінгі шараға қатысып балалармен бірге тігін тіккенім өте ерекше көңіл күй сыйлады. Біз балаларымызбен бірге тігін тігу қана қоймай, олармен бірге жұмыс жасап, бірге уақыт өткіздік. Осындай пайдалы іс-шара өткізген тәрбиешілерімізге алғысымызды айтамыз. Тәрбие сағатымыз өте жоғары деңгейде өтті деп есептейміз. Кәусардың мамасына, балаларымызға, тәрбиешілерімізге көп рахмет.